Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тілі сабағы 4-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп аламыз. 16-шы сабағымыздың тақырыбы көркем мінез дегеніміз не? Мәтіннің тақырыбы мен мәтіндегі негізгі ой. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықтауды, сонымен қатар мәтіндерге ат қою ерекшелігін үйренетін боламыз. 5-ші жаттығу: өлеңдерді оқы, өлеңдердің аты дұрыс қойылған ба? Ойыңды дәлелде. Бірінші өлеңіміз Мұзафар Әлімбайдың «Ұмытшақ па әлде еріншек пе» деп аталады. Атасының шалғысын қайрасады, әжесіне құлынын байласады, бөлесінің алмасын теріседі, нағашысының арбасын майласады. Ал екінші өлеңіміздің тақырыбы кішіпейіл бала деп аталады. Үйдегі қоқыс шелегі төгілмей 3 күн түркітіп, ұмытып ұмсын келеді, ертеңдеп күнде сырғытып. Кішіпейіл бала атауына сәйкес келетін өлеңді жатқа жаз. Қанекей оқушылар, біздегі өлеңдердің аты дұрыс қойылған ба? Өлеңдердің аты дұрыс қойылмаған себебі: бірінші өлеңде ол кішіпейіл балаға сәйкес келеді. Себебі атасына шалғысын қайрауға көмектеседі, ал әжесіне құлынын байлап береді. Міне суреттердегідей бөлесінің алмасын тереді және нағашысының арбасын майласуға көмектеседі. Бұл әрине кішіпейіл баланың қасиеттеріне жатады. Ал екінші өлеңде үйдегі қоқыс шелегі төгілмей тұрғаны 3 күн болған, күнде ертеңдеп ұмытып кете беретін бала, ол әрине ұмытшақ бала. Ұмытшақ па әлде еріншек пе деген атауға сәйкес келеді. Кішіпейіл бала атауына сәйкес келетін өлеңді жатқа жаз дедім. Кішіпейіл бала атауына сәйкес келетін өлең ол атасының шалғысын қайрасады, әжесіне құлынын байласады, бөлесінің алмасын теріседі, нағашысының арбасын майласады. Мінекей осы өлеңді жаттап алып, дәптерімізге әдемілеп көркем етіп жазып аламыз. Жалғастырамыз. Келесі 6-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бізде керекті сөздер тақырып, негізгі ой және ат қою деген сөздерді көп нүктенің орнына қоятын боламыз. Бірінші, мәтінге ат қою, оның тақырыбы мен ондағы негізгі ойды қысқаша атау. Ал екінші сөйлемге тақырып деген сөзді қоямыз. Тақырып мәтінде баяндалатын оқиға мен ойдың түйіні. Үшінші сөйлемде негізгі ой деген сөзді көп нүктенің орнына қоямыз. Сонда бізде мәтіндегі негізгі ой автордың айтқысы келген басты пікірі. Мінекей оқушылар керекті сөздерді тиісті орындарға қойып, сөйлемдерді әдемілеп дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Жалғастырамыз. 7-ші тапсырмада Сансызбай Сарғасқаевтың мәтіні берілген. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Мәтінде Дәрмен ата, әжесі Ажар және немересі Ермек бар. Рахат апай менің желінбей қалған, әркім көшеге тастаған нандарды жинап, фермаға апаратынымды да біледі екен. Атайға соны айтып еді ол кісі. Дәрмен ата айтады: нан қадірін білген адам ғана нағыз адам. Жаның жомарт, алақаның ашық, пейілің кең болсын, тілеген тілегіңе жет балам деп, сол арада екі алақанын жайып, бетін сипады. Ой құлыным, мұнан артық не керек бізге? Ақ көңіл адал жүрегімен батасын берген екен ғой деп, Ажар жүрегі жарыла қуанып, немересін аймалап сүйе бастады. Шайымгүл-ай, Шайымгүл, мұнда кел, қуан, той жаса. Құлынымыз мақтау қағазымен қоса Дәрмен атасынан бата алып келіпті. Ермек аң-таң: әже, бата деген не деп қысыла күмілжи сұрап: ой жаным, ол атаңның ақ тілегі емес пе? Ол үлкен алғыс емес пе құлыным-ау? Мәтінге қатысты тапсырмаларды орындайық. Мәтін не туралы дейді? Мәтін нан туралы, мәтін бата туралы. Әрине, мәтін бата туралы. Келесі тапсырма: мәтінге ат таңда. Бата, Ермек, өнегелі бала деген атаулар берілген. Оның ішінде өнегелі бала деген
атауды таңдасақ болады. Келесі 8-ші тапсырмада сыныптың қабырға газетіне берілген мақалалардың атауын оқы. Бірінші жазғы демалыс, екінші таңғажайып саяхат, үшіншісі балық аулағанда, төртіншісі еңбегіне қарай, бесінші сараң, алтыншы бозторғай. Алдымен мәтіндегі оқиғалар туралы айтылатын атауды, яғни тақырыптың қысқаша атауын, содан кейін автордың сол немесе басқа оқиғаға білдірген ойы айтылатын атауды, яғни негізгі ойдың қысқаша атауын таңда. Тақырыптың қысқаша атауына жазғы демалыс, таңғажайып саяхат және бозторғай деген атауларды қоюға болады. Ал негізгі ойдың қысқаша атауына еңбегіне қарай, балық аулағанда және сараң деген атауларды беруге болады. Жалғастырамыз. 9-ші тапсырма. Мәтінді оқы, мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықта. Қожанасыр досының үйіне келсе, ол үйін тазалап жатыр екен. Қожанасыр одан: достым, не істеп жатырсың?" деп сұрайды. Қожа, мынау ескірген киім, қағаз, кітап бәрін өртейін деп жатыр едім", дейді досы. "Қой, достым, киім ескіргенмен кітап ескірмейді. Кітаптың сырты ескіргенмен ішіндегі ақыл сөзі ескірмейді", депті сонда Қожанасыр. Мәтінге екі ат қой, бірі тақырыптың қысқаша атауы, екіншісі негізгі ойдың қысқаша атауы болсын дейді. Тақырыптың қысқаша атауына Қожанасырдың даналығы деп қоюға болады. Ал негізгі ойдың қысқаша атауына киім ескіргенімен кітап ескірмейді. Келесі тапсырма. Негізгі ой берілген бөлікті тауып жаз. Қой, достым, киім ескіргенімен кітап ескірмейді. Кітаптың сырты ескіргенімен ішіндегі ақыл сөзі ескірмейді, депті сонда Қожанасыр. Осымен бүгінге берілген сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.